Сәлем достар. Біз бүгін продукт алып келейін деп Айзере екеуміз базарға шықтық. Қазір есікті құлыптап алайық, сөйтіп автобуспен жайлап. Мама. Йо. Ана біреу отыр ғой. Кім? Шашын жайып ана. Кім? Мен көріп тұрған жоқпын. Ана отыр ғой. Қай жерден көріп тұрсың, Айзере? Ана отыр ғой. Шашын жайып алған. Адасып кеткен ба? Ай қыз! Қандай қызсың сен? Бұл көшеде бұндай қыз жоқ тұғын, не? Қандай қыз мынау? Бет аузын бәрі кір ғой. Аяғы жалаң аяқ жаурап қалғасын ғой сен, қыз бүрісіп отыр ғой. Қарны да аш сияқты өзі арық екен. Пижамамен қашып кеткен ба не? Үйінен не бұл қыз? Ай қыз, сөйлей аласың ба сен? Тұршы орныңнан. Қақта осы көшеде тұрасың ба? Сен адасып кеткесің ба? Қай жақтан келдің? Сөйлей алмай ма не бұл қыз? Көрейікші қайны. Кім сенің атың? Ойланы, бетіне қарса беті жуылмаған, кір. Не мынау қолындағы заттарың? А? Баклажка, пустой баклажка сабапты. Банк сабап. Не істейсің оны? Бір жерге апарам, сосын сатам. Сөйлей алады екен ғой бұл қыз. Сен есімің кім? Айлиша. Жасың қаншада сен? 7-де. 7-де. Қай жақта тұрасың сен? Бұл жақта тұрмайсың ба? Адасып кеткесің ба? Мамаң бар ма? Жоқ. Ой, ешкімі жоқ сияқты ғой бұл қыз, Айзере. Қорқпа сен, бері кел. Қойшы, мама кетті. Қойшы, тасташы оны. Айзере, енді нағызды қалай тастап кетеміз? Жаурап қалған ғой, жаурап тұр ғой. Аяғын қарсай сен. Сен ойлап көршін, аяғында кроссовка, бұның аяғында ештеңе жоқ. Пижамамен жүр, вообще жуынбаған ғой. Мына қыз үстіде сасып кетіпті. Қорқпа сен, кел. Үйге алып барайық бұл қызды. Басқа жол барамыз енді. Ертең бара саламыз. Айзере, продукт ешқайда қашпайды. Главное, үйде нан болса болды ғой. Су бар, нан бар. Жүр, үйге барып бұл қызды жуындырып тамақ берейік. Нан беріңізші. Қарның ашты ғой, сен не? Жүре ғой. Бер нан тастаймыз мусорға. Мен алып алғасың бұны, жүре ғой. Үстіп өткізіп ақша табасың ба сонда сен? Иә. Жүре ғой. Жүр, Айзере, бол, қырсықпа. Барамыз ертең продуктіге. Немене оның мамасы ба? Енді жоқ деп тұр ғой, енді ешкім. Жүр енді жуындырып, ең болмаса тамақ беріп. Онда оны кім туған? Білмеймін ғой, Айзере, сұраймыз қазір. Үйге барамыз. Осылай тұр, тамақ береміз бұл қызға. Жаурап қалған, жылытайық. Сені бір киіміңді бере тұрамыз енді, Айзере. Бермен сасып кетеді. Жуындырамыз ғой енді бұл қызды. Қарсайшы сен. Жүре бер, кіре беріңдер. Тоқта, бірінші мен кірем. Айзере, ұста мінезіңді. Жүре бер, қорықпа, жүр. Ол сондай ол, бір түрлі осылай. Қой мен. Айзере, қой дедім ғой саған, жүр, кір болды. Қырсық. Сен еме кірдің, а? Үйдің бәрін састатын қолдың. Олай айтпа, Айзере. Киіміңді шеше ғой. Киіміңді, шапқаңды шеше ғой. Айлиша дедің, атың, я? Иә. Әр жерде сөйтіп жүрген ғой, сен ойлап көрші. Қарны аш, үсті кір. Сен қазір рахат, жылы үйде, әдемі киіммен, тамағың тоқ отсын. Еще менсінбе қарайсың оған.
Енді шашыңды тараймыз. Жүр. Мына жаққа кел. Шашыңды тараймыз. Мен тарағыммен тарамас, шашым бітпейді шығар. Айзере, мен саған басқасын алып берем. Қаншама тарақ тұрған, мына жерде не болды, сонша қызғанасың сен. Шаш қандай ұзын. Аппақ әдемі қыз екенсің ғой сен, Айлиша. Әдемі қыз екенсің қазір. Бұнда әдемі емес. Айлиша келе ғой. Мына жерден бір қазір Айзеренің бір киімін берейін саған. Келе ғой. Не болды сонша адам көрмегендей? Теспе, мен бөлмеймін. Келе ғой. Тыңдама ол Айзерен. Айзере өзі сондай. Кел. Мен көп. Айзере, сен бір новый киіміңді берейін, я? Новый киім бар ғой сен. Мен саған басқасын алып берем. Бұдан да әдемісін алып берем саған, Айзере. Новый киім берейін, енді киілген киімге қойсын, я? Осыны киесің, қазір бір шалбар берем саған осы жерде. Новый киім. Киіп алып. Новый киімін бере. Барлығын менің киімді біреуге бере-береді екесіңді. Айзере, сен мен күштесін алып берем дегеннен тыңдау керек қой. Тыңдау керек. Сен үлкен қызсың, бұл кішкентай қыз қараш. Мұнда киіп те көрмеген Айзере ол. Киіп ал, біз қазір шығат тұрайық, сен киініп ала ғой. Айлиша, болдың ба киініп? Шықпадың ба ең бері қарай? О, әдем жарас қапты киімің. Айвай, цыган болдың ғой. Ешқандай сәгәріміз күшті жарастыр, я? Әдем кішкене үлкендеу, енді сен үлкенсің ғой, бойың ұзын. Бұл кішкене ғана үлкендеу, ештеңе де қылмайды. Жүре ғой, тамақ ішіп алайық, жақсылап қарның тойдырып тамақ ішіп ал енді. Айзере. Не жоғалттың бұяқтан? Жүр, отыра ғой. Қазір шай қойып жібереміз. Оған деген бауырсақтардан жеп. Айзере, әкел бер. Әкел, Айзере. Қырсықпа сен қыз. Асықпай жер, асықпай бәрін сен жейсің, асықпай жер. Асықпай жер. Қалбаса жер, кел. Дәл. Аңғап тағып. Айлиша, сен не жеп өтсін? Ешкім алмайды, қоя сал. Олай отырма, әдем болып отыр, я? Ешкім алмайды оны. Не болды, ашаршылықтан келгесің ба? Айзере, көп сөзді қоямыз. Осындай жейсің ба сенде? Бауырсақ өте күшті болады, дәмі тәтті болады. Осындай жей қоя сенде. Тәтті болады. Бізде Айзере күніге жейді осындайды. Айлиша, жеп отыр. Қарын тойғызып ал. Осын әдемі кенесін. Компот жесін ба? Компот қоямын қазір. Компот ше ғой, Айлиша. Маған да құймайсың ба компот? Мен басқа біреудің қызы болып қалдым ба? Айзере, сен өзің құйып шағасың. Бокалдың, компоттың қай жерде тұрғанын білесің. Айлиша енді бірінші рет кеп тұр ғой үйге, Айзере. Сондай қырсық қызсың, я, кімге ұқсағасың сен қыз. Кеңдер. Қыздар, жеп алыңдар, жақсылап. Қазір тауысып қойсаңдар, одан кейін тамаға келем. Тамақ жесіңдер. Отыр, Айлишаға да бер. Өзіңе алып ал, Айлишаға да бер алдына. Ханның қызы. Соғың.
Айлиша, былай ұстап же, аккуратно ұстап жесін. Тамақты қалай жеу деп білмейді. Айлиша, дұрыстап ұстап же ғой. Айзере сияқты же, кән. Өзінде кітап бар ма? Ал қыздардың қарындары тоқ, қарындарын тойдырып алды. Енді Айзере, сен сабағыңды оқы. Айлишаға да кітап беріп, Айлиша кітап оқи аласың ба? Кітапты оқи алмайсың ба сен? Ол бұл мектепке де бармайды екен ғой. Онда сен бүгіннен бастап кітап оқисың, кітап оқып үйретеміз. Сөйтіп мектепке жібереміз сені, я? Мектепке жібереміз. Ақшасын кім төлейді? Ақшасын мен төлеймін. Қошен сабақты кейін оқисың. Көрдің ба менде? Қанша көйлектер бар аяқта. Сенде бұндай көйлектер бар ма? Онда сенде не бар? Тым жоқ ба? Қыздар, не істеп жатсыңдар? Айзере, сен оны не үшін шығардың? Бұны кем қызға көрсетейін деген едім де. Ода көйлектер тым жоқ екен. Не үшін алдың сен оны, Айзере? Сен сабақ оқы деп кеткен едім, әкел бер. Кейін оқиын. Осындай көйлек ұнайды ма саған, Айлиша? Онда Айзеренің мына жақта қысқарып қалған көйлектері бар. Соны саған бере тұрайын, я? Соны киіп ал сен, я? Ақыры ешкім кимейді, әлі айдай кием дегенше әлі біраз уақыт бар. Сен киесің, соны саған берем. Қазір әдемі болып киісіп қояйын. Айдай киді оны. Бұны бермесей, мама. Айдайға деп әлі біраз уақыт бар. Красавицалар, біздің әдемі қыздар дайын, осындай принцесса болып шықты. Айналыңдар шыққан қыздар. Көйлектерің күшті екен, я? Қандай әдемі, өздеріне жарасып тұр. Осындай әдемі қыздарымызды қараңыздар. Мен әдемімін. Мен қаншайыммын. Айзере. Мама, мен ғой. Екеуің де әдемісіңдер, екеуің де. Бер тұр, Айлиша. Екеуің де сондай әдемі қыздың қараңдаршы. Ұнап тұрсыңдар маған, өте әдемісіңдер. Ойрасауға болмайды енді бүгіннен бастап Айлиша осы үйдің қызы болады. Бұл үйдің қызы емес, басқа бір үйдің қызы бұл. Жоқ, енді Айлиша. Менің өзімнің сіңілім бар. Так что? Енді Айлиша сенің сіңілің болады. Сен сіңілің Айлиша және Айда. Енді қыздар ұрыспай, Айзере саған қатысты ұрыспаймыз, төбелеспейміз, ренжіспейміз, бірге сабақ орындаймыз, бірге ұйықтаймыз, я? Бірге қыдырамыз, бірге магазинге барамыз. Сен менің сіңілім боласың ба, болмайсың ба? Ойланып көрем. Менің өзім сіңілім бар. Сол жетеді маған. Айзере, мен сенің сіңілім болайыншы. Ойланып көрем. Мен сені жұмсаймын, мен айтқанды істейсің ба? Я, істеймін. Онда сен менің сіңілімсің. Ура! Сен биге барасың ба? Жоқ. Онда сен мостик дегенді білесің ба? Жоқ. Онда мен саған қазір үйретем. Мақма, қазір киімді ауыстырып алайын. Мақма.